Терезе алдына дейін баяу сырғып келген жеңіл машина зырқ етіп тоқтай қалғанда Зағипа ояу жатқан. Жастықтан басын көтеріп, әдеттегідей сыртқа құлағын тікті. Иә, осы есіктің алдына келгені анық. Бас жағындағы тумба үстіне орнатылған, сәулесі көзге ұрмай, бөлмені ала көлеңке, жанға жайлы қызғылт нұрға бөлейтін жұдырықтай шамның бауын сипалап, зорға тауып, шырт еткізіп жаққанда, сағат түнгі 2:30-ды көрсетіп тұр екен. Сол екі арада машина есігі сарт жабылып, дүрілдеп жүріп кеткені тағы естілді. Беймезгіл уақытта таксилетіп келетін адам бұл үйде некен саяқ. Тұрғындардың бәрі де егде тартып, ақыл тоқтатқан жандар. Оларға артық жүріс-тұрыс, беймазалық, жат. Таныс аяқ дыбысы естілді. Түнде дыбыстың қатты шығатын-ай. Иә, соның жүрісі ғой. Бұл уақытқа дейін қайда жүрді екен? Зағипа орнынан тұрып ауыз үйге шықты. Атасын оятып алмас үшін ептеп басып, есікке беттеді. Осы дәліздің де ұзынын-ай. Есікке жетудің өзі бір күш. Атасының бөлмесінің тұсынан өтіп бара жатып, сәл бөгеліңкіреген, ұйықтап жатқан сияқты. Тыныс алысы терең бір қалыпты. Ояу болса, «О, тоба десеңші», деп күрсініп бір аунап түсері сөзсіз. Зағипа қоңырау шылдырламас бұрын есік ашып қоюға тырысты. Бұл есікке келгенде аяқ дыбысы екінші қабатқа жаңа жетіпті. Есіктің ашық тұрғанын білдіретіндей саңлау қалдыра бос шауып, өз орнына келіп жатып қалды. Көзі жұмулы, көкірегі ояу. Ендігі ұйқыда қандай мән болсын? Үшінші қабатқа әлі көтеріле алмай жүргеніне қарағанда, сірә біраз сілтеп алғанға ұқсайды ғой. Мұның есік алдында тұрғанын көрсе, неғып ербейіп тұрсың, мен аңдығаныңды қашан қоясың, деп болмашыдан сылтау іздеп, ашу шақырып жүреме. Болаттың сыры өзіне мәлім, ондайы да жоқ емес. Жөнсіз сөз естігеннен гөрі, ұйықтап қалған, түр танытып, жата бергенді дұрыс көрді. Бірақ барлық назары кіреберіс шақта. Кенет есік сарт етіп, серпе ашылып, қабырғаға соғылып, іле әлдене көрсете түсті. Орнынан атып тұрып, дәлізге жүгіре шықты. Сірә есік жабық тұр деп ойласа керек. Бар салмағымен келіп сүйенгенде ашылып кетіп, сол екпінімен ұзыннан түсіпті. Кеудесі үйдің ішінде, аяғы табалдырықтың арғы жағында, тұрайын десе тұра алмай тыпырлап жатыр. Есіктің ашық-жабық тұрғанын да байқайтындай хәлі жоқ екен батырдың. Құдай абырой бермейін десе, өстеді ғой. Ол жүгіріп жеткен бойда күйеуінің қолтығынан сүйеп тұрғызып, бар күшімен тартқылай демеп, ішке кіргізіп, есікті тезірек жабуға ұмтылды. Мұның дыбысынан атасы түгіл көршілер де оянып кетсе керек. Қарсы пәтердің кілті сылдырлап жатты. Ашып қарағандарын, не ұры қары жүрме деп мұқият бекіткендерін кім білсін. Ұятай деген Зағипаның екі беті ду ете түсті. Көршілердің де мазасын алдың-ау. Жылдам келіп атасының бөлмесінің есігін жапты. Ұйқысы қашқан егде адам бір оянса, дәрісіз қайта көзіле алмайтынын жақсы біледі. Бәрінен де сонысы қиын. Қоңырау соқпай кіре берсін дегені де, күйеуінің қамынан гөрі атасының жағдайын көбірек ойлаған еді. Енді көрмейсің бе, қас қылғандай. Қап, оятып жібердік-ау. Болаттың аяқ киімін шешіп, сүйемелдеп, бір қолтығынан иығымен тірей жүріп, жатар бөлмеге әрең енгізді. Сен ғой, сен мені құласын деп әдейі есікті ашып қойған, деп таптап береді. Өзі тәлтіректеп әрең тұр. Шешіндіруге ұмтылған мұны иығынан бір салып, бар күшімен итеріп жіберді. Қамсыз тұрған бұл жалп беріп үлгер алмай, ашық тұрған шкафтың есігіне соғылып, ол салдыр гүлдір етіп, үйді басына көтермесі бар ма? Иығы да салдырап ауырып қалды. Қойсаңшы, атамды оятасың. Бар, айт атаңа, мені тағы ішіп келді де, бар. Жақсы, сенікі жөн, жатшы енді. Төсекке жатуға шамасы келмеді ме? Әлде әйеліне әдейі қыр көрсеткені ме? Төрдегі текемет үстіне ұзынынан сұлай құлап түсті. Зағипа буындары былқ-сылқ еткен мас адамды әрең шешіндіріп, басына жастық жастап,
үстіне көрпе әкеліп жапты. Әрі бері аунап, әр нәрсені бір айтып жатып, Болат ұйықтап кетті. Өзі терезе алдына барып, түнгі ұйқы құшағындағы қалаға көз жіберіп, ұзағырақ тұрып қалды. Түнгі қала жым-жырт. Ағылған машина, сабылған халық сап тыйылып, тегіс алаңсыз ұйқыға кеткендей. Сөніп жанып қызыл-жасыл бояуымен көз тартқан үйлердің маңдайшаларындағы жымың қаққан жазулар, бағана басындағы сан құбылған түнгі шамдар қалқып кеткен қалаға бір қалыпты тыныстағандай ырғақ беретін секілді көрінді. Ол да өзінің шаршағанын, алаңдаған ұйқысыздықтан әбден қалжырағанын сезіп, төсегіне кеп қисайған. Болат үйді басына көтеріп, қатты қорылға басты. Шалқасынан жатып қалған екен. Тұрып, бір қырына аунатып жатқызды. Еріндері ісініп, кеберсіп, бір-біріне жабысып қалған ол ұйқылы ояу су сұрады. Су ішкен соң бір-екі рет лоқсып барып басылды. Дегенмен жанына ыдыс әкеліп қойған артық болмас. Орнына келіп жатқанымен де нағыз тәтті ұйқының кезі болса да, көзіне біреу тіреу тіреп қойғандай кірпігі айқаспады. Бұл берекесіз тіршілік қашанға дейін жалғаса бермек. Бұл өзі қандай тірлік болды. Мұның аяғы немен тынады. Осы арасын қанша ойласа да, санасын санға, ойын онға бөлсе де, Зағипаның саралай алатын шамасы жоқ еді. Тек түбі қайырлы жақсылық болғай деп тілегеннен бөтен не келсін қолынан. Жұдырықтай қоңырау сағат безілде жөнелгенде оянып, төбесінен баса қойды. Сағат 6:30. Таң алдында көзі ілініп кетсе керек. Бас аяғы бұлдыр түс көріп шықты. Басы мең-зең. Тұру керек. Қашан келгені белгісіз, Болат әйтеуір төсекке жатыпты. Оянар түрі жоқ. Құлағын көрпемен қымтап алған. Түнгі күзеттен келгендей үстінен түйе өтіп жатса да сезер емес. Жеңіл сусыма халатын жамылып, көйлек көншегін қолына ұстап, жуынатын бөлмеге шығып кетті. Салқын душ астында жуынып, бетін маймен сылап, мұздай сумен шайқаған соң, бойы лезде сергіп сала берді. Ұйқысы қанбағаны сәл ісіңкі қабағынан байқалады. Бірақ қара қарындашпен үстіңгі кірпігінің түбін жіп-жіңішке қып бояп еді, онсыз да жәудіреген қара көздері тереңдей түскендей боп, көз шарасы кеңіп шыға келді. Түнде бүйралап қойған шашын тарқатып, төбесінен қатты бір байлап, бос қоя бергенде толқынданып иығына төгіліп, жарасты өң берді. Өзі ұнататын қонымды гүлді көйлегін киіп, ас үйге кіріп кетті. Жұрттан бұрын тұрып, таранып, кірпігін сүрмелеп, өзін қалыпқа келтіріп барып, үйдегі жандардың көзіне түсу оның кейінгі уақыттағы дағдысы. Туа біткен әдет емес, бұл атасының үйреткен тәрбиесі. Келін болып түскеннен кейін көп уақыт қаланың қарбалас тіршілігіне үйрене алмай, бірін игерсе, бірінің байыбына бара алмай, өзінен өзі қысылып, тартыншақтап әуреге түсті. Өз бойында сырт көзге боғаштау көрінетін ол қылықтардың барын аңғарған. Сөйлеген сөзі, істеген ісі қалалықтарша жатық үйлеспей тұрған сияқты көрінетін. Сонда атасы, балам, оның реті былай емес пе деп, өзі жөн сілтеп, тұйықтан алып шығатын. Бірде әлі есінде, төсектен тұрған бойда, қаусырма халатын киіп, бет-қолын шая салып, атасының ертеңгі шайын құйып отырған. Атасының өзіне қарағыштай бергенін сезіп қысылып қалды. Атасының өңі сынық. Оның үстіне Болат тағы да түнде беймезгіл келіп, мазасын алып, барлығы кеш жатқан. Жатқаннан кейін де атасының әлсін-әлсін тұрып, ас үйге барып, дәрі ішіп жүргенін байқаған. Соның да әсері болса керек, қабағы қату. Шай құйып отырып, бұл соған өзі кінәлідей сезініп қысыла түсті. Бар болғыр шашын да жөндеп түйремеген еді. Бос айналдырып түйе салған бұрымы сусып тарқатылып, мазасын алып барады. Одан сайын абдырап, мүлде берекесі қашпасы бар ма? Бір қолымен шай құйып, бір қолымен шашын ұстап, алыс сасқалақтасын келіп. Атасы да шайды күндегі дағдысынан ұзағырақ ішкендей. Әдеткі де демде өте шығатын жарты сағат, тап қазір бір жарты күнге созылғандай жылжыр емес. Болат әлде қашан дастарханнан тұрып, қызметіне де кетіп қалса керек. Орны бағанадан
бос тұр. Атасы шайға әбден қанып, болдым рахмет деп шын аяғын қайтармай ұстап отырып, бұған қатыссыз әңгіме айтуға оқталғандай, әйтпесе аулада не болып жатқанын айтқысы келген адамдай далаға көз жіберіп, көктемде келді деп бір қойды. Сосын, балам, мен сенің атаңның да, енеңнің де орындағы адаммын. Мен айтпасам бұл әңгімені ешкім саған айтпайды. Осы үйдегі екі еркек саған қарап бой түзеп, саған қарап бас аяғымызды дұрыстауға үйренбейміз бе? Әйел адам отбасының көркі. Саған біріміз әкең, біріміз жарың ретінде ажарыңа, ақылыңа, мінезіңе, қыл-аяғы шаш қойысыңа деген қарап көзіміз қуанып, қызықтап отырсаң дейміз. Біздің қуанышымыз да әзірге өзіңсің. Сенің нәзіктігің, сенің жүріс-тұрысың, сенің күлкің, сенің сөзің бізге қуат. Осы үйге жылы шуақ, деп бір тоқтады. Зағипа басын тұқшитып алып, көзін жерден көтере алмай тыңдай берді. Беті дуылдап, құлағы шулап кетті. Бір сөзін естісе, бір сөзін естімейді. Ол там-тұмдап мынаны ұққандай. Дастархан басында, әсіресе ертеңгі шайда жадырап күліп, әр нәрсені бір айтып, көңілімізді аулап, ашық жарқын отырғаныңа не жетсін. Ерте тұрып шайымды демдеп, құйып бергеніңе рахмет. Бір суды өзімде қайнатып ішуге әзірге қауқарым бар. Бірақ маған сенің тамағыңнан гөрі бүгінде қабағың қымбат қарағым. Ал қазір өзіңе қарашы, бір нәрсеге мазаң кетіп, ренжіңкіреп, өзіңнен өзің абыржып, күйгелектеніп отырсың. Оның жарамайды ғой. Саған қарап, мен шаршап отырмын. Жас адам жайраң қағып, айналасына шуақ төгіп отырмай ма? Тегінде қарағым, әйел адамның үйде күліп жүргенінің өзі үлкен бақыт. Бұл үйде сенің алдыңа ешкім шықпайды, бетіңнен ешкім қақпайды. Қалай жүріп тұрам десең де, ерік өзіңде. Айтып отырғаны рас қой. Әлде бір жерің ауырып отырма? Онда ұялмай айт, доктор шақыртайын. Әлде жолдасың ренжіде ме? Айналайын. Болаттың жүгенсіз, жосықсыз қылықтары көп, оны кезінде де ескерткенмін. Оның осындай болғанына менің де кінәм бар шығар. Ендігі жерде оны түзейтін өзіңнің нәзіктігің мен төзімің қалқам. Басқа не айтайын? Деп шын аяғын бұған қарай ысырған атасы, көңіліндегінің бәрін сарқа айтып, әр жағын өздерден білсін дегендей орнынан тұрып, қызметіне кетті. Зағипа қып-қызыл болып, жанарын жерден көтере алмаған қалпы самауырдың жанында отырып қалған. Бұл атасынан алған алғаш тәлімі еді. Атасы үйден шығысымен жүгіріп, жатар бөлмедегі үлкен айна алдына барған. Сондағы өзінің түрінен өзі алып, өлердей қорланған. Масқарай, қалай ренжімесін бұған, бет аузы ісінген, жанары солған, еш нәрсеге қызықпайтын, еш нәрсеге талпынбайтын бейжай көзқарас. Біреуден қатты зәбір көріп, әбден жасыған адамның түрі. Атам айтса айтқандай-ақ бар екен мынау. Мына ұсқыным 5-6 бала тауып, жөргектердің арасында иленіп, күні-түні пысылдап ұйықтай беретін сал бүксе, сары қарын болған егді әйелден де сорақы ғой. Япырау, маған сонша не болды жүнжейтіндей, деп іштей өзін өзі қатты жазғырған. Адам осыншалық салақсиды екен-ау. Дереу таранып, сыланып, таза киініп, қолына кеңдеу сөмке ұстап, базарға жөнелді. Қойдың, жылқының мүшесінен араластыра жас ет алып, атасы жақсы көретін ащы-тұщы көктерден, әзір салаттардан, өрік мейізден таңдап жүріп, лезде сумкасын толтырып қайтты. Түскі асқа атасы сүйсініп жейтін таңсық дәм жасауға кірісті. Әртүрлі көктерден қосып, бұрыштап, сарымсақтан тартқан ет пен ішмайды қамыр арасына орап пешке қоя қойған. Көшеге шығып келгелі, оның өзінің де көңілі көтеріліп, бойы сергіп, желпініп қайтты. Ыңылдап ән сала жүріп, үй ішінің шаңын сүртіп, жуып тазалап, мұнтаздай жарқыратты. Лезде бөлбелерді маймен буға қабарып піскен нанның, қалампырмен бұрыштың иісі алып, мұрынды қытықтап, тәбет ашып тұр. Атасының да түскі үзіліске келетін уақыты тақап қалды. Әлі жоқ.
таңертең ренжіңкіреп кеткен соң түскі асқа келмей қояма деп алаңдауда. Сол екі арада есік қоңырауы 2 рет қағылды. Бұл келген әрине атасы. Түпкі қонақ бөлмеде жүрген Зағипа лыпыл қағып, көйлегінің етегі дөңгеленіп, есікке жүгірді. Қоңырау 2 рет соғылғанда, қуанғаннан жүрегі өрекпіп, аузына тығылып, қатты соғып кетті. Күні бойы үйде жалғыз отырғандықтан, атасының түсте үйге келгеніне кәдімгідей балаша қуанып қалатын әдеті. Лыпыл қаққан Зағипаның жеңіл аяқ дыбысын естіп, Байбол Сәрсенұлы үстінен үлкен жүк түскендей, өктеп жеңілдеп, көңілі жайланғанда, риза болғанда, өз еркінен тыс тамыр-тамырын қуалай жөнелетін жағымды толқын жайлап бара жатқанын сезді. Бағана үйден шығысымен, қатты айттым-ау, бала неме ұйқысы қанбай жүргенде болар деп өкінген. Оның үстіне Болатта осы келінге зәбір көрсетіп жүрген жоқ бекен деген күдігі молайып, көңіл түкпірінен бір мазасыздық бас көтерген.